Соттан тыс банкроттық мемлекеттік кірістер басқармасымен қарастырылады. Өтініш ЕГОВ электрондық үкімет порталы арқылы беріледі. Қарыздар екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, коллекторлық агенттіктер алдындағы бойынша. Шарттары: қарыз 600 айлық есептік көрсеткіштен аспайды және 12 айдан артық өтелмейді. Ақпарат id.mkb.kz сайтында қолжетімді. Мемлекеттік тіркеуге жататын мүлік, жылжымайтын мүлік, жер және көлік құралдары жоқ. Ақпарат egov.kz сайтында қолжетімді. Банк пен микроқаржы ұйымымен борышты реттеу туралы құжаттың болуы коллекторлар бойынша талап етілмейді. Ерекше шарттары: 6 ай бойы атаулы әлеуметтік көмек алушылар үшін борышты өтемеу кезеңінің бөлігінде бірінші шарт ескерілмейді. Егер қарыз 5 жылдан артық өтелмесе, жоғарыда аталған барлық шарттар ескерілмейді. Сот банкроттығы сотпен қарастырылады. Өтініш борышкердің тұрғылықты жері бойынша сотқа беріледі. Шарттары: барлық кредиторлар алдында қарыздың барлық түрлері бойынша. Нені білу керек? Сот банкроттығы барысында борышкердің мүлкі сауда-саттықта сатылады. Егер жалғыз тұрғын үй кепіл нысанасы болып табылса, онда кредитор оны сот банкроттығы барысында алып қоюға құқылы. Егер жалғыз тұрғын үй кепіл болып табылмаса, ол мүліктік массаға енгізілмейді. Қаржы басқарушысы тағайындалады. Қаржы басқарушысының қызметтеріне ақы төлеу борышкердің мүлкі есебінен жүргізіледі. Айына бір есептік төменгі жалақы. Банкроттықты жүргізу мерзімі 6 айға ұзарту мүмкіндігімен 6 ай. Рәсімді қолдану барысындағы шектеулер: мүлікті иеліктен шығару немесе жаңа міндеттемелер қабылдау, қарыздар алу, кепілдіктер мен кепілгерліктер беру бойынша мәмілелер жасауға тыйым салынады. Рәсімді жүргізу кезеңінде шетелге шығуға тыйым салу. Төлем қабілеттілігін қалпына келтіру сотпен қарастырылады. Өтініш борышкердің тұрғылықты жері бойынша сотқа беріледі. Шарт: қарыздың мөлшері тиесілі мүліктің құнынан аспайды. Сауықтыру шаралары: мүліктің бір бөлігін сату, мүлікті жалға беру. Жаңасын сатып алу арқылы тұрғын үйді сату, құны төмен тұрғын үйге айырбастау және тағы да басқалары. Артықшылықтары: банкрот мәртебесі берілмейді. Теріс салдарсыз қаржылық мониторинг жүргізілмейді. Несие алуға шектеулер жоқ. Қарыздар бойынша бөліп төлеу 5 жылға дейін. Төлем қабілеттілігін қалпына келтіру жоспарын әзірлеу кезінде қаржы басқарушысының көмегі. Қарыздың бір бөлігін есептен шығару мүмкіндігі. Банкроттықтың салдары: банктер және микроқаржы ұйымдарынан 5 жыл қарыз алуға тыйым салынады. Қайта банкроттық 7 жылдан кейін мүмкін болады. Банкроттықтан кейін 3 жыл ішінде мүлікті сатып алуды бақылау жүзеге асырылады. Өтінішке қоса беріледі: кредиторлар тізбесі, банктер, микроқаржы ұйымдары, коллекторлық агенттіктер. Банк пен микроқаржы ұйымдарымен борышты реттеу туралы құжат коллекторлар бойынша талап етілмейді.